Hello, dear student. How are you today? Today we have a new Unit 6, about reading pleasure. This page 65 is about a detective story. Was written by Arthur Conan Doyle. He was born in Edinburgh, Scotland, and was died in England. This story is a detective story. I think you have ever listened about this story, Sherlock Holmes and Dr. Watson. Сәлем, құрметті оқушы. Біз 6-шы бөлімге келдік. 6-шы бөлім Reading Pleasure деп аталады. Ол қызығушылықпен оқу. Бұл бөлімде біз кітаптар, ертегілер жайлы оқитын боламыз. 65-ші бетте Артур Конан Дойл, ағылшын, Шотландия жазушысы. Осы кісі детективный история дейміз, оқиға жазған. Бұл кісі бұрын жас кезінде университетте оқыған кезде дәрігердің мамандығын оқиды, бірақ та кейіннен шағын ертегілер, оқиғалар жазу арқылы сол жағынан танымал болып кетеді. Ең танымал оқиғасының бірі осы детектив оқиғасы доктор Ватсон және Шерлок Холмс. Енді бүгін оқитынымыз біз оқып аударатын мәтін осы Шерлок Холмс детективный оқиғадан үзінді алынған. Осы үзіндіні мен аударып қойдым. Let's start our lesson. Оқылым, өмірбаян. Ең бірінші. Мына жерде оқып уақытты алмай қояйын. Скриншотқа түсіріп алып, өздерін оқысаңдар болады. Get reading дейді. Бұл жерде оқылымның алдында істейтін іс-әрекеттерін ең бірінші мәтінді оқы дейді, жылдам оқы дейді, тоқтамай оқы. Егер сен сөздерін немесе бөлігін түсінбеген жағдайда алаңдамаңыз дейді. Оқуды жалғастыра беріңіз, мәтін не жайлы екенін жалпы түсінуге тырысыңыз дейді. Ең бірінші мәтінді оқып ал, толық. Одан кейін өзің бір түйін жасайсың. Бүкіл сөзді аударам деп әуре болма дейді. Мен бұл сөз аударып қойдым. Бұл мәтін қандай жанрға жатады дейді. Махаббат оқиғасы ма, комедия ма, саяхат күнделігі ма, құпия оқиға ма, ғылыми мәтін бе? Мен болсам бұл оқиғаны құпия оқиға деп құпия оқиғаға жатқызар едім. Міне басталды. Мен жотаның басына шыққанда деген секілді. Параграфы мына жерде B параграфы, C, D 4 параграфтен тұрады. Одан кейін астында answer for the questions деп тұрады. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Сұрақты бірінші аударып қойдым, одан кейін ағылшынша жауабын жазып қойдым. 3-ші тапсырмада да сол сұрақ қойылады. Қазақша аудардым. Сонында өзім ағылшынша жауап бердім. Кім деп ойлайсың? I think he was a murderer, or thief дегеніміз 3-ші тапсырмада. Мен оны адам өлтіргіш немесе ұрлықшы деп ойлаймын деп жаздым. 3-ші тапсырмада. 2-ші тапсырмаға келетін болсам, he was looking for a strange man дегеніміз, ол бір қызық адамды іздеп жүрді. Қызық, странный адамды іздеп жүрді. Ол ашықта маңызды нәрсе тапты ма деген. Yes, he found a blanket in the corner. Көрпе тапты. An empty tea дейді. Бос қалбыр, a bag сөмке, bread, naan, cooking pots деген тамақ әзірлейтін ыдыстар, ashes дегеніміз ысы, күл, және paper дегеніміз қағаз тапты. Және де басқа да bucket бар, ведро, шелек деп қосып қойсаңдар болады. 3-ші тапсырмада құпия адам кім? I think he was a murderer or thief. Мен ойымша ол адам өлтіруші немесе ұрлықшы. Ол батпақта не істеп жүр? He was looking for strange. Незнакомый бір адамды іздеп жүр. Ол Уотсонның жауы ма? No, it was his work. Жоқ деп ойлаймын, себебі ол оның жұмысы болғандықтан, ол детектив болғандықтан, ол адамдарды осылай іздейді. Оның жауы емес деп ойлаймын. Тапсырма түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер, және де тіркеліп кетеміз, бөлісіп қойыңдар. Қош сау болыңдар.